ұрысатын емес, келісе алмайтын жұп қауіпті. Отбасында кейде келіспеушілік болады. Бұл табиғи нәрсе, бірақ мәселе ұрыста емес, мәселе оны қалай шешуде. Кей жұптар бір-бірін айыптап, ауыр сөз айтады. Бұл жараның үстіне тұз сепкенмен бірдей. Жәбір сөз ашу туғызар, биязы жауап ашуды басар дейді. Яғни дау-дамай туғанда қатты сөз айту емес, керісінше жұмсақ сөз, сабырлы жауап жан тыныштығын сақтайды. Тағы бір жерінде бәрінде сүйіспеншілікпен атқарыңдар дейді. Бұл отбасы үшін алтын ереже. Ұрыс қарым-қатынасты әлсіретеді, ал сүйіспеншілікке негізделген сөздер мен әрекеттер келісімге бастайды. Есіңізде болсын, тыңдау түсінуге апарады. Сабыр шешім табуға жетелейді. Жақсы сөз жүректерді қайта жақындатады. Қиын сәтте ұрыс емес, келісімді қалай табамыз деген сұрақты қою жанұяны сақтап қалудың кілті.